Assalamu alaikum, урматтуу биздин Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн туугандар 23 февраль 2020 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылындабыз. Тактап айтканда Медет Саяпкердин үйүндө. Ассаламу алейкум, таксыр. Алейкум салам. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Майрамыңыз менен. Бүгүн кандай жылкыларды көргөзөбүз, таксыр? 23 февраль 2020 жылда. Эми ушул азыр 3 жылкы чыгарабыз иншалла. Жазга бишти чыкма, жазга 3 жашарлар. Жалаң жаш жылкылар ба? Жаш. Азыр көрүп улактыкын деле сурап айтат. Основной бизге башкалар үйдөн алып кетип атышат. Азыр көбүнчө Сөзгө чейин алып кетет. Азыр булар азыр келгендерди сен чакырып эмне кылып калдым, тарта кеткен. Булар жакында эле келди же, бүгүн келди же, кече келди? 2-3 күн ичиндегилер группа. 2-3 күн ичинде. Үйлөрдөн алынып келди же кандай? Үйдөн алып келген. Үйлөрдөн, Мына бул Андыктан туугандар, биринчи номердеги ушул мүнөздөмөсүн Саяпкер Медет аке өзү берсин. Сиздер угуңуздар, жаккан болсо чалыңыздар туугандар. Бул Карабайыр. Карабайыр. Таза Карабайыр. Темир көк түс экен, Неге жазга 3 жаш болот, бишти чыкма. Жазга 3 жаш. Бул эми жаңы үйрөтүлүп, жаңы минип жатат. Az көргөндөр чапкандар эми онда бизге улоо келген. Бизге улоо келип, 2-3 күндө ушундай нерсеге келтирди балдар. Алла разы болсун. 2-3 күндө ушундай үйрөттү. Ооба, 2 күндө үйрөтүлдү. Жооштугу кандай экен эми ошол? Жооштугу жакшы эле. Жакшы эле. Жылкыны канчалык жакындасаң ошончолук жошуйт да. Канчалык жакындап көп кашысаң, ушул сыяктуу нерселерди кылсаң. Ушул бизден Бунун таксыр бою канча чыгып калат? Азыр метр жоктугуна байланыштуу. 1.55 жогору 1.60 чамал да. 1.55тен жогору 1.60 чамалуу. Ушу бышты чыкма экен. Булар эми боюнду деген себеп булар Карабайыр да. Таза Карабайыр жылкы. Бул кандай? Азыр бир көкүрөк буктарын тарталы дагы туугандар, андан кийин Медет таксыр өзү баасын айтсын, баасы канча деп коюлганын сиздер менен чогуу билели. Бул чыгарылышта туугандар бүгүн 3 жылкыны тартып сиздерге көргөзүп беребиз. Жалаң гана ушундай бышты чыкма, кунан ушундай үчөнү тартабыз туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей бул жылкынын бутту колун тарталыда. Бул такага тура элекпи әле? Такаланып тура, такасы. Көрүнүп турат. Малды баштай жооп жылкы деп мына үстүндөгү чабындес жигит айтып атат. Андыктан туугандар Саяпкерге баралы дагы баасын бир сурайлы. Баасы канча деп койду экен. Өзү негизи бүгүн базарды дагы көрдүңүздөр. Нокаттын базарын сиздерге тартып көргөздүк. Ал жакта ушундай жылкылар канча болуп атканын өзүңүздөр деле билип жатсаңыздар керек. Таксыр бунун баасын канча деп койдуңуз? Баасын 110 миңден түшүп беребиз. 110 миң сом деп койдуңуз, Кеми бар. Кеми бар. Мына кеткендар баасы 110 миң сом кеми бар экен. 110 миң сом ошондо доллар менен эсептегенде 1,5 миң доллардан аз маз ашыгыраак акча болуп калат. Андыктан туугандар биринчи номердеги бул бышты чыкманы сиздерге тартып көргөздүк. Жакса чалыңыздар Медет Саяпкердин номеринде. Номерди мен алдыда коюп көргөздүм. Ошол боюнча кайрылсаңыздар болот туугандар. Мынакей туугандар, экинчи номердеги ушул жылкыга тартып көргөзүүнү баштадык. Караңыздар туугандар, кетиши, жүрүшү, турушу, турган турпатын сиздерге тартып көргөзөлү. Медет аке өзү бул жылкыга мүнөздөмөсүн берсин туугандар. Андыктан чогуу олтуруңуздар. Азыр жанынан барып жакындан сиздерге таамай көргөзүп берели. Кандай экен, боюнун бийиктиги канча, кандай порода, ошол боюнча суроолорду берип көрөбүз. Басыгын көрөбүз сиздер менен чогуу. Таксыр баштай берсеңиз, бул кандай жылкы, кандай порода, каяктан келип калган? Бул ушул жерден эле чыккан. Ушу Өзгөндөн элеби? Бул өзүдөн эле Кыргызстандан чыккан. Владимирский менен Карабай арасындашып калган. Жазга 3 жаш болот, жазга бышты чыкма. Жазга бышты чыкма экен, Бою канча чыгат? 1.65 боючу. Бою 1.65. Бийликтик бар. Мына кеткендар көрүңүздөр, бою 1.65. Анан нерсе үйрөнүшү аябай сонун болду, билмейсиң. Бул өзү үйрөнүп келгенби же? Нерсе
жақсы шықты. Несі дағы, жоғыштығы дағы, анан баш не елпектігі дағычы. Бұны бойында да көрсеңіз. Жоғын жолпы жылқы екен, Жолпы, бір аяғы жеңіл шықты. Аяғы жеңіл. Азыр жүгіргенін дағы өзіңіздер көрдіңіздер. Келгеннен бері немелек пе? Тақаға түрлек пе? Тақалаттыңыз ба? Жоқ, ескі тақасы бар. Ескі тақасы ойдың Ескі тақаланған, біз тақалай електі. Дем жаңа тақаласа дағы ашылады. Тақады дағы көп ролын етті. Бұның қайманаты бар жоқ па екен? Қайманат. Бұл қайманаты қойышқан екен, байес деп қойып қойды. Байес дешіп тұр ба? Шу жоғын жолпылығына неме болып қойса керек, жеңілдігіне баяц қайманатындағы жылқыны сіздер көріп жатасыздар. Біз менен чоғы, андықтан туғандар азыр бұл жылқының, бұл аттың азыр басына келіп тоқталауыз. Қанша дедім алысырақтан сіздерге тартып көргізейіндағы, андан кейін бастырауыз, дағы бір чурқатауыз. Bir bastırıp koyç be ha. Мінекей байец. Hazır. Байецтің бағасын айталы. Қанша дегенін өзіңіздер сahipкердің оғызынан ұғыңыздар. Басын қанша дедіңіз? Тақсыр. Жөнді қойдыңыз ба? 150 мың қойдым. 150 мың сом ма? 150 мың сом. Асып баспайды. Бізге жөнді келген жөнді де қоясыз. Жөнді келген жөнді. Қымбат келген қымбат. Мінекей тағандар. Андықтан сahipкер қымбат қойот деген туғандар үшін азыр барын айтып өтті. Жөнді келгендін басын жөнді қоям. Қымбат келгенін қымбат қоям деген сөзді ұқтыңыздар. Сондықтан туғандар. Жазыңыздар, жақса чалыңыздар. Басын қанша 150 дедіңіз, 150 мың қойдым. Ошында доллар менен 2150 доллар болып қалады екен. Соғырусын тарталы, арқы ұшында бөлініп тұрған соғырусы бар екен. Мына кетуғандар екінші нөмірдегі Байец қайманатындағы жылқыны көрдіңіздер. Кейінгі жылқыны тартып беруіні біз баштаймыз. Мына кетуғандар қазір үшінші нөмірде ұшыл жылқыны тартып көргіземіз. Мына екеуіні салыштырып көрсеңіздер болады. Медатыка бұл екеуінің жашы қандай? Екеу бір жашта ау? Тең, Жазға 3 жаш. Мінекей екеу тең жазға 3 жаш болады екен. Екеуінің бірісін таңдап алсаңыздар болады туғандар. Мінекей. Тақсыр, мына үшінші бұл чоң атты өзіңізлер меніп көргізбейсіз, қандай деп ойлайсыз? Мақұл. Өзіңізлер меніңіз, Бұл жазға 3 жаш. Данчак менен пародасын айта кеттің туралы. Данчак менен Владимир қарындашылған. Бирок бұл башқаша шыққан жаңа. Бұл несі, енесі Данчак? Атасы уже енесі? Атасы Данчак, енесі Владимирский. Енесі Владимирский бейкен да? Владимирский бей. Бұл дағы бұшты шықма? Ова, бұшты 3 жаш болады, бұшты шықма. Жақшы тақсыр. Басыны айтыштан мұрдың бір бастырып көріңіз, чауып көріңіз, өзіңіз? Айтып қойыңыз анда. 160 мыңға қойдық. 160 мың сом. Андайды асықтың керегі жоқ. Мына кетімандар 160 мың сомға ұшыл бұшты шықма бағасы қойылды. Азыр туғандар бұл жылқыны барын сіздерге тартып көргізейіндағы болыш тұрышын құрбан тұрпатын азыр медет сahipкер өзі менсе аттың кереметін көресіз. Қандай өнерлері бар, қандай жүгіреді. Андықтан туғандар біз менен чоғы болып, сahipкер өзі менде аттың бір ылдамдығын көрелі. Мына кетуғандар тоқтошы, ылдамдығы өзіңіздер көрдіңіздер. Бұл жаққа қайданшы да? Қандай кетеді екен? Тақсыр, бұның бойы қанша шығады? Бойы 1.65. 1.65, Тақсыр, мына ат келгічекті бір мүнөздеме бербейсіз бе? Қаяқ? Мына аттағы келіп қалды, азыр жүгіргенін көріп отырсыздар, шабандайсыз. Адам өзі чауып, көргөзді бардығын. Бұл ат аяқтан келген, Тақсыр? Бұл ат ба? Бұл ат Россиядан келген. Россиядан келген ба? Аттың суға қайлығынара, ұзын жолын. Жоғын жолпуат екен, ондай көрікке мине тұрған жылқы екен, да? Қараңыздар, барын сізге тартып көргізейін. Бағасы 160 мың сом деп қойды. 160 мың сом бұл.
Anansi. 2000 Zaten bir de aytıp koyun da mı? Neler geçiyor? Hı. Buna al diyelim. Bunlar bak. Arkadan kıyıp ketken. Bu жақсы Қайсы oldu жер? bu gerçi. Bunu al derse. Görünüşsüz. Abi aytıp koyuş керек. Bu жақсы oldu. Не кыйып кеткен? Жип па? Arkan. Аркан жип. Ана, Калган жагы баары жакшыбы? Бул жерде жакшы. Эми просто айтып койгон жакшы да алдын алачы. Бул жер басуусуна неме болбойбу? Влиять этпейби? Эчтеке болот. Зыяны жок, а? Мынакей туугандар аттын басырын көрүңүздөр баарын. Сынаңыздар биздин Муз ТВ каналдын саяпкерлери бүгүнкү тартылган 3 аттын кайсы бири сизге жакты. Келечекте жакшы жылкы кылам дегендер алдыдагы номерлер турат. Ошол номерлер боюнча чалып саяпкер менен байланышсаңыздар болот туугандар. Номерди мен кайталап өтөйүн: 0777 43 05 60 же болбосо WhatsApp номер 0708 032 538 номерине чаласыздар туугандар. Бүгүнкү сиздерге 3 атты тартып берип көргөзгөн Муз ТВ каналдын автору мен Замир болдум туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө тынччылыкта жолугушалы. Сак болуңуздар. 이거 첫 번에 탈사가 뭐지?